Өкініш. 3 бөлім. Каналыма тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Рахмет. Ол уақытта Айданың Русланды ойлауға уақыты болмады. Туыстармен уақытты керемет өткізіп жатқан еді. Үйіне қайтқан Айда енді Русланды істей бастады. Өйткені күнде хабарласып тұратын Русланға бауыр басып қалған еді. Шыдай алмай нөмірін бұғаттан шығарып, түнгі 12-лер шамасында қоңырау шалды. Руслан қоңырауды ала қоймады. Таңертеңгісін ерте қоңырау соғылды. Қараса Руслан екен. Тұтқаны көтеріп, Русланмен сөйлесті. Әкесінің қайтқанын, керек жарағын алу үшін базарда жүргенін айтты. Мұны естіген Айданың көңілі бір пәсте түсіп кетті. Ішінде мұндай боларын білгенде тұрмысқа шығып, әкесінің ақ батасын алу керек пе деген ой болды. Ол ойын мен үйлендім деген сөзі бұзып жіберді. Айданың төбесіне біреу мұздай су құйып жібергендей кейіпте қалды. Не айтарын білмей бақытты бол деп тұтқаны ертерек қойып қойды. Сол уақытта өзінің Русланды қалай жақсы көретінін түсінді. Ішін өртеп бара жатқан өкініш сыртқа жас болып шыға берді. Неге деген сұрақ тұрды. Неге тұрмысқа шыға салмадым екен? Неге өз бақытыма балта шаптым екен? Неге өз сүйгенімнен осылай айырылып қалдым екен? Неге деген күйде жерге отыра қалып әбден ішіндегі өкінішін айтып жылады. Содан бері 2 апта уақыт өтті. Айда әлі жылауын тоқтатар емес, оңаша қалса, Русланмен бірге жүрген кезі барлығы көз алдына келе беретін. Күйзеліске түсіп өз-өзін ұстай алмай көзінен моншақтап жасаға беретін болды. Арада уақыт өтіп Айданы бұрынғы дәріхана жұмысқа шақырды. Барлық күйзелісті жұмыс деп ұмытармын деген Айда келісімін берді. Жұмысқа шыққаннан Гүлі апайы Русланның қалай үйленгенін барлығын айтып берді. Әкесі қатты нашарлап жатқан соң, соңғы тілегі келінді көру болды. Келіннің қолынан шай ішіп армансыз кеткісі келді. Руслан әкесінің сөзін екі етпей, соңғы арман тілегін орындағысы келіп, жарайды, үйленемін. Келіннің қолынан шай ішесіз, уайымдамаңыз әке деп уәде беріп сенің үйіңе қарай шығып кетіпті. Үй жағында неше уақыт күткені белгісіз, сенімен хабарласа алмаған соң, амал жоқ кері қайтты. Өзі әкесіне уәде беріп кеткен, қалайда болса бүгін келін апару керек, берген уәдесін орындау үшін көп қыздың біреуін апара салды. Жалғасы бар.